Қайырлы күн баршаңызға. Бүгінгі мен арнама қош келдіңіз. 118-ші сабақ 1-мен 10-ші есептерді сіздерге түсіндіретін боламын. Бүгінгі біздің тақырыбымыз пысықтау, есеп шығару. Бірінші есепте есепті шығар деген. Біз бүгін санның бөлігін табуға, бөлігі бойынша санды табуға есептер құрастырып, оны шығаратын боламыз. Міне бірінші есепте есепті шығар деген есепті сіздерге шығарып ұсынып отырмын. Дәл осылай жазып алсаңыздар болады. Бізде екінші есепте есепті шығар деген бұл өзіндік жұмыс ретінде кетеді. А және Ә бөліктерінен тұрады екен. А бөлігінің есебін шығарамыз. Ә бөлігінің есебіне кері есеп құрастырып шығарады екенбіз. Міне сіздерге Ә бөлігінде кері есеп шығарып құрастырып сіздерге көрсетіп отырмын. Үшінші есепте массаны килограммен өрнекте, бөлшектерді өсу ретімен орналастыр деген екен. Міне сіздерге массаларды килограммен өрнектеп жаздым. А бөлігінде сіздерге өсу ретімен жазып ұсынып отырмын. Төртінші есепте есептерді шығар деген. А және Ә, Б бөліктерінен тұрады екен. Мен осы есептерді сіздерге үшеуінде шығарып, міне көрсетіп отырмын. Есептер ұнап жатса, лайк басып қойыңыз. Бесінші есепте деген екен. 4 есеп берілген. Бұл есептер өткен сабақтарда да сіздер есептерді шығарып жүргенсіздер, қиындық тудырмайды деген ойдамын. Міне жауаптарымен бірге жазып қойдым. Алтыншы есепте есептерді шығар деген екен. Бұл шығармашылық жұмысы ретінде екен. Астындағы сызбамен бірге қоса сіздерге есепті шығардым. Міне формулаларды пайдаланып есептер жауаптары шықты. Дәл осы формулаларды ұмытпай естеріңізде сақтап жүрсеңіздер, есеп оңай түрде шығады. Жетінші есепте деген екен. Бұл жерде 1, 2, 3, 4, 5 амалмен шығады. Екі есепте сол амалдардың төбесіне жазып қойдым. Сол амалдармен есепті шығарсаңыздар, жауабы мен тура сәйкес келетінін көресіздер. Сегізінші есепте математика күнделікті өмірде деп берілген екен. Әрбір суретке текшелерді орналастыру планы берілген. Әр құрастырманың планын толықтыр деген екен. Міне сіздерге толықтырып есепті ұсындым. Тоғызыншы есепте сен зерттеушісің, тапсырманы орында деген екен. Екі санның қосындысы 324-ке тең, сонымен бірге бір сан екіншісінен 5 есе артық. Бұл қай сандар екен? Әрине бұл 54 пен 270 деген сандарды алып отырмыз жауап ретінде. 10-ші есеп сіздерге үй тапсырмасы ретінде беріледі. Есепті шығар деген делінген екен. Дүкенге 90 қауын әкелінді. Оның 5-тен 2 бөлігі сатылды. Сатылмаған қанша бөлігі деген екен. Сатылмаған бұл жерде 54 қауын қалды. Есептер ұнаса лайк басыңыз.